Каппадокиядағы шар ұшатын жерге келдік. Жел болған жағдайда бұл шарлар ұшырылмайды. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдар кейде шар ұшырылмай қалған кезде кәдімгідей жылап, көңілдері түсіп, үйлеріне қайтқысы келмей сондай жағдайлар болады. Каппадокияның таңы бүгінде желсіз, ашық, әдемі болып атты. Ол көп адамға қуаныш сыйлады деймін, өйткені мұнда келген туристердің бәрі қазір шарға отырып, аспанға көтеріліп жатыр. Бір адамға $100-дан. Қараңыздар. Қазір аспан өзі қалың шарға толды. Қандай ғажап, қандай керемет. Сағат 6-тан кете шарлардың бәрі біртіндеп орындарынан көтеріліп жатты екен. Ғажапты көрудің өзі адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Сондықтан бұл жерге жаңағы әлемнің түкпір-түкпірінен ғашықтарына ұсыныс жасау үшін, фотоға түсу үшін бәрі ағылып келетін себебі осы екен. Бұл әдемілік үшін. Мынау да әдемі енді. Каппадокияның таңын шарларын қарсы алып жүр. Сәлем, қалың қалай? Бізбен амандасқысы келмейді екен. Қазақстаннан келдіңіз, иә? Бүгін шарға отырдыңыз, осында шарға отыру үшін келдіңіз. Қандай әсерде болды? 28 адам отырдық. Бағасы $100 екен. 800 лира турецкий. Әдемі? Бағасына қарап көңіліңіз түсіп қалды? Жоқ, түспеді. Өмірде бір-ақ рет келем шарға ұшайыншы дедім. Ешқандай адреналин емес, ешқандай экстрем емес. Просто білмеймін, қуаныш па, басқаша сезім ғой, не керек. Енді қазір сол сезіммен Анкараға ұшып кетейін деп тұрсыз? Анкараға кетейін деп тұрмын. Қуаныштымыз, біз бүгін Каппадокияның төрінде апайымызды кездестіріп, ол кісінің шарға ұшқан әсерімен бөлісіп тұрмыз. Сұрап мекенде жолын тапқан ғой. Сұрап Анкарадан автобуспен келдім. Интернетпен отель заказ бердім. Жолда автобустың Wi-Fi-ын қосып. Сол жерден шарға заказ бердім. Русскоязычный гид заказ бердім интернеттен. $57 6 жерге алып барады. Обед ішінде включен. Керемет. Көбісі таксимен, автобуспен келіп жатыр, ал біз болғанда жаяу келдік. Гюремеден бір 10-15 минуттық, ұзаса 30 минуттық жер екен. Қазір бір мезетте қанша шар көтерілгенін санау мүмкін емес, өте көп. Өздеріңіз көріп тұрғандай, санында шек жоқ деуге болады. Каппадокияның таулары бір жұмыртқаға ұқсаса, бүгін шарлар ұшып жатыр. Жалпы Каппадокия бір шеңбердің ішіндегі ғажаптарға толы сиқырлы әлем сияқты елестеді маған. Бұл жерге келіп, бұны тіпті шарға ұшпасаңыз да, бұны көрудің өзі өте әдемі.